Саламатсыздар ма? 9 сынып физика пәні. Сабақтың тақырыбы электромагниттік толқындар шкаласы. Оқу мақсаты: механикалық толқындар мен электромагниттік толқындардың ұқсастығы мен айырмашылығын салыстыру, электромагниттік толқындар шкаласын сипаттау және әртүрлі диапазондағы толқындардың қолдануына мысалдар келтіру, шыны призма арқылы өткен жарықтың дисперсиясына сапалы сипаттама беру. 1865 жылы ағылшын ғалымы Джеймс Максвелл электромагниттік толқындардың бар екендігін дәлелдеді. Электродинамиканың барлық заңдарын, Фарадей ашқан электромагниттік индукция құбылысын саралай отырып, Максвелл электромагниттік индукция құбылысын бұлайша түсіндірді. Бірінші, кез келген айнымалы магнит өрісі айналадағы кеңістікте күш сызықтары тұйық болатын құйынды электр өрісін тудырады. Екінші, уақыт өтуіне қарай өзгеріп отыратын электр өрісі айналадағы кеңістікте айнымалы магнит өрісін тудырады. Бірін-бірі тудыратын айнымалы магнит өрісі мен электр өрісі бір-бірімен ажырамастай байланысқан және біртұтас электромагниттік өріс болып табылады. Электр өрісінің кернеулік векторы E мен магнит өрісінің индукция векторы V әрқашан бір-біріне перпендикуляр бағытталады. Кеңістікте таралып жатқан электромагниттік өріс электромагниттік толқын деп аталады. Электромагниттік толқындар табиғатта да, адамзат қоғамының өмірінде де өте кең таралған. Біздің ғаламшарымыздағы тіршілік көзі күнде электромагниттік толқындар шығарады. Заманауи өміріміздегі кездесетін радиобайланыс, теледидар, мобильді телефон сияқты құралдардың бәрі электромагниттік толқындардың ашылуымен өмірімізде үлкен қолданысқа ие болып отыр. Мына көріп тұрғандарыңыздай, бірінші суретте электромагниттік толқындар шкаласы бейнеленген. Яғни мұнда радиотолқындардан бастап инфрақызыл сәулелену, көрінетін жарық, ультракүлгін сәулелену, рентген сәулесі және гамма сәулелену бейнеленген. Балалар, сендер тербелмелі контурда электромагниттік тербелістер пайда болатынын білесіңдер. Мұндай контур жабық контур деп аталады. Жабық тербелмелі контурда пайда болған электромагниттік тербелістер оның айналасындағы кеңістікте таралмайды. Егер конденсаторлардың астарларын аша бастаса, электромагниттік тербелістер қоршаған кеңістікке тарала бастайды. Астарларды суреттегідей ашып тастасақ, ашық тербелмелі контурды аламыз. Герц өзінің тәжірибелерінде осыған ұқсас қондырғыны, ұштарына мыс шарлар орнатылған екі металл стерженьді қолданды. Олардың арасында электр разряды жүргенде тербелмелі контурдағы сияқты электромагниттік тербелістер пайда болып таралады. Механикалық толқындарда бойлық та көлденең болады, ал электромагниттік толқындар тек көлденең болады. Механикалық толқындарда ортаның бөлшектері тербеледі, сондықтан олар тек зат ішінде ғана таралады. Ал электромагниттік толқындарда олар зат ішінде де, вакуумда да тарала береді. Электромагниттік толқындардың таралу жылдамдығы механикалық толқындарға ұқсас, әртүрлі ортада түрліше болады. Электромагниттік толқындардың вакуумде таралу жылдамдығын С әрпімен белгілейді. Және ол іргелі тұрақты болып табылады. Және С тең болады 3 көбейтілген 10-8 дәрежесінде метр бөлінген секунд. Бұл өзара әсерлер мен бөлшектер қозғалысының максимал мәні.
Кез келген басқа ортада электромагниттік толқындардың таралу жылдамдығы вакуумдағыдан аз және ол мына формуламен анықталады. В тең болады С бөлінген N. Мұндағы N дегеніміз ортаның сыну көрсеткіші. Вакуум үшін ол N тең 1, ал басқа орталарда N 1-ден үлкен болады. Электромагниттік толқындардың ұзындықтарының жиіліктерінің мәндері өте үлкен диапазонда жатыр. Толқын ұзындығы жиілік қандай болса да, барлық электромагниттік толқындардың табиғаты мен қасиеттері бірдей, бірақ олар түрліше білінуі мүмкін. Мысалы, жарық бұл электромагниттік толқын, бірақ тек 4^-10⁻⁷ дәрежесі метр мен 8^-10⁻⁷ дәрежесі метр аралықтағы өте жіңішке толқын ұзындықтар диапазонында электромагниттік толқындар адам көзіне жарық түрінде көрінеді. Толқын ұзындығына, жиілігіне қарай электромагниттік толқын көздері мен оларды қабылдағыш құралдар да әртүрлі болады. Сондықтан электромагниттік толқындарды толқын ұзындығы жиілік бойынша электромагниттік толқындар шкаласында классификациялайды. Электромагниттік толқындарды жиілік бойынша жіктеу электромагниттік толқындар шкаласы деп аталады. Олар нью тең 10⁻³ дәрежесі Герц төменгі жиілікті толқындар мен радиотолқындардан бастап, гамма сәулелерге дейінгі нью 10⁻21 дәрежесіне Герц аралықты қамтиды. Жиілігі мен толқын ұзындықтары әртүрлі электромагниттік толқындарды шартты түрде шығарып алу және тіркеу тәсілі зат пен өзара әсерлесу сипаты бойынша диапазондарға бөледі. Төменгі жиілікті толқындар шығару, радиотолқындар, инфрақызыл сәулелер, көрінетін жарық, ультракүлгін сәулелер, рентген сәулелері және гамма шығару деп диапазондарға бөлу қабылданған. Төменгі жиілікті толқындар бұл толқындарды арнайы жасалған генераторлар мен айнымалы токтың генераторлары шығарады. Электрлік приборлар мен электр қозғалтқыштардың басым көпшілігі жиілігі 50-60 Герц айнымалы токпен қоректенеді. Радиотолқындар радиотолқындардың тербелмелі контурдың көмегімен алады. Олар радиобайланыста, теледидарда, радиолокацияда қолданады. Табиғатта кездесетін радиотолқындардың табиғи көздері квазарлар, галактикалардың ядролары. Инфрақызыл сәулелер шығару. Толқын ұзындығы 2 мм-ден 760 нанометрге дейінгі жылулық және электрлік әсерлерден молекулалар мен атомдардың тербелісі кезінде инфрақызыл сәулелер шығады. Оны 1800 жылы Гершел ашқан еді. Инфратолқындарды кейде жылулық сәуле деп те атайды. Адамның көзіне әсер етіп, көру сезімін туғызатын электромагниттік толқынның бөлігін көрінетін жарық дейді. Ол ұзындығы 380 нанометр күлгін түс пен 760 нанометр қызыл түс толқын аралықтарында болады және электромагниттік толқындардың диапазонында өте шамалы бөлікті құрайды. Ультракүлгін сәулелер шығару. Толқын ұзындығы 400 нанометрден 10 нанометрге дейінгі болатын ультракүлгін сәулелерді шапшаң электрондардың әсерінен туындайтын солғын разряд арқылы алады. Ультракүлгін сәулелерді 1801 жылы Риттер мен Валластон алғаш рет шығарып алған. Ультракүлгін сәулелер де инфрақызыл сәулелер сияқты көрінбейді. Ультракүлгін сәулелер адам ағзасына биологиялық әсерін тигізеді. Ультракүлгін сәулелердің бактерицидтік қасиеті бар. Сондықтан
Оны суда ауаны залалсыздандырып, медициналық құралдарды дезинфекциялауға қолданады. Рентген сәулелері 1895 жылы рентген толқын ұзындығы 10 нанометрден 10-3 дәрежесі нанометр болатын ультракүлгін толқындар ұзындығынан қысқа сәуле шығарудың түрін ашты. Рентген сәулелері шапшаң электрондар мен зарядталған бөлшектер кенет тежелгенде пайда болады. Қолданылу аймағы өте кең. Рентген сәулелерінің көзі рентген түктері болып табылады. Рентген бұл сәулелердің қасиеттерін зерттеу арқылы олардың жұтылуы түрліше екендігін анықтады. Көбірек жұтылатын сәулелерді жұмсақ, нашар жұтылатын сәулелерді қатқыл рентген сәулелері деп атаған. Рентген сәулелері медицинада, өндірісте, материалдардың құрылымын зерттеуде қолданылады. Міне суретте көріп тұрсыздар, рентген сәулелерінен өткен адамның кеудесінің және қолдың қаңқаларының қалай суретке түсіп тұрғандығын. Одан кейін гамма сәулелер. Бұл сәуле көздері радиоактивтік ядролар мен ядролық реакциялар. Гамма сәулелердің өту қабілеті аса жоғары. Ол затты иондайды және ағзаларға күшті биологиялық әсер етеді. Қолдану аясы медицина, өндіріс, ғылыми зерттеулер. Ал енді балалар бекіту сұрақтары. Бірінші, электромагниттік толқын деп нені айтамыз? Екінші, электромагниттік толқындар шкаласы деген не? Үшінші, радиотолқындар қай жерде қолданылады? Төртінші, инфрақызыл сәулелер дегеніміз не? Бесінші, ультракүлгін сәулелер қандай сәулелер? Алтыншы, рентген сәулелерін қай жерде пайдаланады? Жетінші, гамма сәулелер қандай сәулелер, қай жерде қолданылады? Бекіту сұрақтарының жауаптары. Бірінші, кеңістікте таралып жатқан электромагниттік өріс электромагниттік толқын деп аталады. Екінші, электромагниттік толқындарды жиілік бойынша жіктеу электромагниттік толқындар шкаласы деп аталады. Үшінші, радиотолқындар радиобайланыста, теледидарда, радиолокацияда қолданылады. Төртінші, толқын ұзындығы 2 мм-ден 760 нанометрге дейінгі жылулық және электрлік әсерден молекулалар мен атомдардың тербелісі кезінде инфрақызыл сәулелер шығады. Бесінші, толқын ұзындығы 400 нанометрден 10 нанометрге дейінгі болатын ультракүлгін сәулелерді шапшаң электрондардың әсерінен туындайтын солғын разряд арқылы алады. Алтыншы, рентген сәулелері медицинада, өндірісте, материалдардың құрылымын зерттеуде қолданылады. Жетінші, гамма сәулелердің өту қабілеті аса жоғары. Ол затты иондайды және ағзаларға күшті биологиялық әсер етеді. Қолдану аясы медицина, өндіріс, ғылыми зерттеулер. Осымен балалар сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.